Ілмек тәрізді өсінді, процессус онсенатус. Пішіні жағынан орақ тәрізді, торлы сүйектің бөлігі. Бекитін орындары: төменгі артқы жағынан таңдай сүйегінің перпендикулярлы өсіндісі, процессус перпендикулярис ос палятина. Төменгі мұрын қалқа сүйегінің торлы өсіндісі, процессус этмоидалис ос конха инфериор. Алдыңғы жағынан жас сүйегі ос лакрималис. Жоғары жағынан бекіту нүктесі әртүрлі болуы мүмкін. Оның 6 вариациясы анықталған. Ең жиі кездесетін орындар: қағазды пластинкаға, бас сүйек негізіне, ортаңғы мұрын қалқасына. Ілмек тәрізді өсінді құрылысы жағынан да әртүрлі болуы мүмкін. Медиализацияланған, парадоксальды қайырылған, аэрацияланған, латеральды кіре орналасқан.